Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз жануарлардың үйшіктерімен танысамыз. Қырық буын жапырақта тұрады. Өрмекші өрмекте тұрады. Бақа батпақта тұрады. Қой қашада тұрады. Тауық бақанда отырады. Ит үйшікте тұрады. Ал енді үйде не тұратынын көрейік. Мысық себетте жатыр. Балық аквариумда жүзіп жүр. Тоты құс торда отыр. Ал енді ненің қайда тұратынын қайталайық. Балалар, мысық қайда жатыр? Үйшікте ме, әлде себетте ме? Мысық себетте жатыр. Ал үйшікте не тұрады? Қой ма, әлде ит пе? Үйшікте ит тұрады. Қой қайда тұрады? Қашада ма, әлде торда ма? Қой қашада тұрады. Ал торда не тұрады? Тоты құс па, әлде тауық па? Торда тоты құс тұрады. Балалар, ал тауық қайда отырғанды ұнатады? Аквариумда ма, әлде тауық бақанда ма? Тауық бақанда отырады. Аквариумда не тұрады? Бақа ма, әлде балық па? Аквариумда балық жүзеді. Онда бақа қайда тұрады? Өрмекте ме, әлде батпақта ма? Бақа батпақта тұрады. Балалар, өрмекте не тұрады? Өрмекші ме, әлде қырық буын ба? Өрмекте өрмекші тұрады. Ал қырық буын қайда тұрады? Ол жапырақта тұрады. Аю апанда тұрады. Тиін ағаш қуысында тұрады. Балық өзенде тұрады. Құс ұяда тұрады.
Аралар ара ұясында тұрады. Көбелек гүлде тұрады. Құмырсқалар илеуде тұрады. Тышқан інде тұрады. Балалар, тиеннің үйшігін табайық. Тиен қайда тұрады? Ағаш қуысында. Ара қайда тұрады? Ол ара ұясында тұрады. Аю қайда тұрады? Аю апанда тұрады. Көбелек қайда тұрады? Көбелек гүлде тұрады. Құс қайда тұрады? Құстың үйшігі ұя деп аталады. Тышқан қайда тұрады? Тышқан інде тұрады. Балық қайда тұрады? Балық өзенде тұрады. Құмырсқа қайда тұрады? Құмырсқа илеуде тұрады. Жарайсыңдар, балалар.